Ми қан тамырының аневризмасы жарылғанға дейін адам еш нәрсе сезбеуі мүмкін, ал жарылғаннан кейін тым кеш болып қалуы мүмкін. Жалпы ми қан тамырының аневризмасы дегеніміз не? Ол тамырдың бір жерінің әлсіреп, томпайып шығу. Мына науқастағы сияқты, мынау тамыр болса, біреу томпайып шығып тұрған, ол аневризма. Бұның ең қауіптісі аневризманың ол жыртылып кетуі мүмкін. Жыртылған кезде миға қан құйылады, және де науқастың жағдайы өте нашар болып қалуы мүмкін. Жалпы қан құйылғанды қалай сипаттайды науқастар? Көпшілігі өмірімде болмаған өте қатты бас ауру деп сипаттайды. Және де бір науқас болған, басымнан біреу балтамен соққан сияқты басым ауырды деп сипаттаған. Онымен қоса жүрек айну болады, бас айналу, жарыққа қарай алмайтын болады адам. Бұндай симптомдар болса, жедел түрде ауруханаға барып қаралу керек болады. Жалпы барлық аневризмаларды емдей бермейміз. Біз жарылмаған болса, егер аневризма, оның пішініне, көлеміне және де орналасқан жеріне қарап, ота керек пе екен, керек емес пе екен шешеміз. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.